Армысыздар қымбатты, біздің Кентау қаласының тұрғындары, бізде Кентаускай подкасттың екінші бөлімі. Әрине, біздің бүгінгі екінші бөлімге қонақ болып келіп отырған менің өнердегі бауырларым. Әрине, біздің қадірлі қонақтарымыздың бірі, менің мұңдасым, сырласым, досым, бауырым, менің жанашырым, әрине біздің қарапайым Асаба, Арыпхан, Қуаныш. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Және де бізде екінші қонағымыз Кентау қаласының мобилографтар ғылымының докторы, біздің Кентау қаласының барша кәсіпкерінің рекламасын жүргізетін бауырымыз, әрине біздің Кентау қаламыздың өте тамаша еңбекқор жігітінің бірі, гауһартанушы, әрине біздің қарапайым Ерлан Рахымжанұлы. Қазір Рахымжан деген жұмыс істейді. Қош келдіңіздер біздің подкастқа. Бізде подкаст өте оңай. Біз сіздерге сұрақ қоймаймыз. Просто бүгінгі кеште осы Кентау қаласында немесе өздеріңіздің бастарыңыздан өткен кез келген қызықты сәттеріңіз немесе бір ыңғайсыз жағдайға түсіп қалған сәттеріңіз жайлы бізге айтып берсеңіздер болғаны. Әрине бұл жерде шарт бойынша өтірік әңгіме болмайды. Ереке, сізде көп болады ондай нәрсе. Құлаққа ілмейміз. Құлақ жайлы айтпай қойшы. Ілмейміз. Одан кейін екіншісі боқтауға болмайды. Мен де кеттім, мен үйге жеткізіп. Бізде осындай күлдіретін адамдар шақырдық, әдейі сіздерді күлдірсін деп. Сондықтан жігіттер, Құдай қаласа басшыларыңызға сәттілік деп қойық. Сіздер бермен қарап кеп отырыңыздар. Амандасып жіберсеңіздер шел. Ассалаумағалейкум, құрметті Кентау қаласының тұрғындары, жандосын подкастын көріп жатқандар, тіркеліп қойыңыздар арнасына, лайк басып, жан-жаққа бөлісіп қойыңыздар. Осы подкасты көріп отырыңыздар постоянно. Бір сұрақ қойын. Мен звондаған кезде осындай подкаст істейін деп жатырмын деп сіздерге айттым ғой. Келіңіздер, сағат пәленше уақытта келіңіздер дегенде, именно сол сәтте не істеп жаттыңыздар сіздер? Сол моментте. Қуаныш, сенен бастайық. Мен бастап берейін ба? Армысыздар, қалайсыздар? Жалпы телефонның ар жағында отқан көрермен. Жаңа бірінші звондағанда айтайын, мен бірінші звондаған кезде үйде компьютер ойнап отқам. Келіншегіңіздің вниманиесі бөлініп тұрған сөзі сізде, Ол екіншісінде. Маска киіп Ол екіншісінде жәке. Әрине, айтыңыз. Екінші звондаған кезде, жаңа историядан көргенін айтып отыр ғой, бұл кісілерде жаңа видеодан. Жалпы семейный кішкене не бастап жатырмын, блог. Жайлап халықты үйретіп алайын. Байқадық. Бірақ жалпы негізі енді үйленгем жақында. Үйден шықпайын қазір. Өте тамаша. Негізі көп жерде, Ереке, сіз білесіз ғой енді, бізде ер азаматтар әйеліне көп көңіл бөлетін. Ал керісінше бұл кісінің үйінде керісінше екен. Бұл кісінің келіншегі бұл кісіге внимание көп. Шоколад, ана-мына осындай күшті нәрселер әкеліп береді екен. Өте тамаша, иә? Біздің келіншектеріміздің құлағына алтын сырға. Коха, саған айтып жатырық. Оны өзім алғам негізі. Шындығында не ерекшелігің бар сонда? Үйтіп саған көңіл бөлетіндей. Сізде бар нәрсе, бізде де бар. Ерекше іштеген жоқ. Просто контентке бола істегем. Бірақ комментарияға біреу жазып, түбінде бәрібір сол сарылып алынған нәрсені сен жемейсің ғой, сол келіншегің жейді ғой деген сияқты әңгіме ғой. Сол үшін контент үшін не істемейсің? Құдай қаласа көп оқырмандарыңыз болсын дейміз. Үлкен рахмет. Әрине біздің Қуаныш Арыпханұлы. Әрине, сіз не істеп жаттыңыз, Ерлан, Жамал? Бірінші звондаған кезде Ерсін бар ғой, мобилограф. Сенсей. Сағал. Шаш дейді ғой, көбі. Ерсін звондаған кезде деппін ғой. Сен звондаған кезде Ерсін маған RGB лампаңды сап жеріңізші, мен яқта съемка түсіріп отырайын деп. Сықтырып. Төмен қарай лестницада жүгіріп түсіп баратқам таксиге қарай. Сол моменттің өзінде жұмыста жүрдіңіз, былай айтқанда, жұмыс істеп аттыңыз. Үйде монтаж істеп отқам, хабарласып, жетіде шығам қазір десем, жоқ, қазір сап жеріңізші деп. Өте тамаша
міне біздің осындай еңбекқор жігіттермен бүгін бізде керемет подкаст болады. Әрине енді бастарыңызға өткен кез келген қызықты немесе бір ыңғайсыз жағдайлар болса айта бастаңыздар. Енді бір жолы Ерлан мырза, сіз енді КВНшік екеніңізді білеміз. Баяғы біздің осы Кентау қаласының КВНнің нелегальный президенті болғаныңызды білеміз. Иә. Сондықтан өзіңізден бастайық. Сіз енді әзілге жақын адам болғаннан кейін енді сізбен көбінесе әзілдесеміз. Сондықтан микрофон тізгіні өзіңізде. Айтыңыз. Өте андай ыңғайсыз жағдайға түсіп қалған кезімде айтайын, тойда. Негізі мен мобилорфпын ғой. Тапер болып көрейінші, короче, деп. Сол жағынан қырымды, бағымды сынап көрейін деп. Еще андай нашар тамада алып алғам ғой андай. Абағасыз ба? Ол сізді алмаған, е? Бір-бірімізді абағанбыз ғой. Бір-бірімізді түсінбейміз. Өте капризнейміз екеумізді ше. Бір-біріміздің бетімізге келе алмаймыз. Бір-бірімізді боқтай алмаймыз. Бір күн Түркістанда тойда бір апа келеді да музыка өткізіп кетеді ғой. Балам, мына музыканы қою керек, мына ата-ананы осы немересі өлең айтып шығады дейді. Болды апа, осы өлең ба? Иә. Тыңдап көрдіңіз ба өзіңіз? Иә. Сөйтіп өткізіп жібереміз. Қасымда Шымкенттен келген бір әншілер келіп, мынаны өткізу керек, бүйді керек, миды ашып, брат күте тұр, кішкене күте тұр деп. Бір кезде той басталатын болды. Өлеңді тыңдап үлгере алмай қалдық. Тақалған кезде. Сөйтем да плейді бас жерім. Мынаны не істейік, шығар жейік. Потом сендердің музыкаларын өткізе береміз дейміз ғой, әншіге ше. Болды дейді. Плейді басамда, кән жібере бер деймін. Сөйтсем, ана апа кімнің ұстазым менің деген өлең кім айтады? Динара Қақпаева айта ма? Иә, Арман мырза екеуі айтады. Анау сүндет той ғой, короче. Сүндет тоймен 80 жас па 70 жас қосылған, короче. Сүндет тойдың ананда бүйтіп сол өлең басынан шыққан ғой. Деп басынан шыққанда ортасынан айналып бүйтіп бері қарай жақындаған кезде Абылай бар ғой? Абылай, иә. Айтып тұрады. Деп түртеді. Не қойып жатсың дейді ғой. Мен ананың музыкасымен миым ашып жатыр, анау 3,5 минут қой примерно айналып келемін дейшін, ананың музыкасын тартып қоя саламын деп жатырмын. Қарап қалсам, ұстазым менің деп бүкіл тойхана тұрып тұр, тақ келе жатыр ғой, короче ше, өлеңмен. Содан бір күн бұрын ұстаздар күні болған, короче ше. Бүйтіп қарасам, қыз шықпаған, тұр, микрофон ұстап алып. Мен шыққан жоқпын, не істеп жатсың дейді, короче. Сонымен қайттан келді апа, бұл өлең емес, короче дейді. Болды онда дейдім да, онда жақсылап тыңдап келсеңізші, неден кейін үлкендер ақсақалдардан кейін шығарады дейді. Өте сабырлы түрде айтып жатсыз. Аха. Анарда тиіліп жанып кеткен ғой, короче ше. Иә, білемін ғой. Мен болдым ғой. Иә, болдың ғой. Деп тұрайын ғой. Сөйтіп жанып кеткен ғой, екіншісіне келеді да, осы өлең дейді, онда жаңа қызда жандос келеді да, ақсақалдардан кейін өткіземіз дейді ғой. Болды дейді. Сөйтіп, апа тыңдап көрдіңіз ба? Иә, тыңдап көрдім. Далаға шығып тыңдап келіңізші хотя бы деймін. Болды, тыңдап көрдім. Иә, осы өлең жібереміз. Деп қызды хабарлайды. Қайттан басталып келеді ана. Ұстазым! Ана өлеңді қайттан жіберген ғой, короче. Сондай қызықтар болған, иә. Сосын ағасы жібермекші болған. Сосын жандосын таперлығынан шығып кеткен. Не үшін шығып кеттіңіздер деп жатқан екен. Иә, сол нәрсе үшін бұл кісі шығып кеткен. Ұстаздарға мың алғыс. Иә. Соның арқасында қазір енді өзінің сүйікті жұмысымен айналып жүр бұл жігіт. Ал енді бұл жерде бұл енді ыңғайсыз жағдай деп қабылдайды. Ыңғайсыз жағдайға түскен. Ана жерде бүкіл не ошибка менен көріп тұр ғой, шын айтқанда. Иә, бәріміз сізден көрдік қой жерде. Тас болса сізге қарап атайын деп тұрдық қой жерде бәріміз. Енді ешнәрсе қылмайды, енді ондай күндер болып тұрады. Енді бізде Қуаныш мырза, сізде қандай күшті? Енді бұл жағдайда бір қызық емес, негізі. Мен үшін қызық емес, бірақ жұрт үшін күлкілі жағдай шығар. Мен тойда таяқ жегем ғой кәдімгідей. Сіз тойда таяқ жегесіз, сондай ма? Енді өлә достар, талай жақында. Мен соны қазір айтып берейін жақсылап. Тыңдайық. Бірінші асабалыққа шығып жүрген кезім. Жаңа Қорғанға той келеді, яғни сіздің ауылыңызға. Жаңа Қорғанға тойға барам. Иә, папа айтқан бір балам ол жерде. Жоқ, постоянно тойға баратын, атын ұмытып қалдым ғой тойхананың. Бейбекте. Бір жігіт, енді үлкен жігіт, 92 жылғы ма жобамен.
кішігірім жастар жағына жасап жатырмын енді ағайын туысымнан аздау болады деді келіп соны жақсылап өткізіп берсең болды әне тілдекесінің ортасында деп болды деп алып алдым ол тойды закладын салдырып алдым сөйтіп бардым тойға сөйтіп тойхананың енді той иесін бірінші сөйлескен кезде список алып жатқан кезде айтамын арасында әзілдер болады бірақ үлкендер жағында емес жастар жағына ыңғай келсе достарыңыз ойын көтере ма дедім сөйтіп иә біз ешкімге қарамаймыз той болғаннан кейін там ары бері ішімдік ішетіндер бар саған мән бермеуі де мүмкін деді бопты деп енді тойды жақсылап дайындаламын сол жерде бір әнші қыздар болды сөйтіп сол екі әнші қыз маған келіп айтты мен мына кісілерді танимын типа осы ауылдың әншілері ғой сол ненің әншілері жаңақорғанның осы ортаны танимын абайлайсыз ғой деді маған әнші қыздар айтып тұр ғой абайлайсыз бұл орта жаман талай тойларында қызмет жасағанбыз постоянно төбелесіп бірдеңе болады обязательно екі тамадаң тісі сынып кеткен біреудің жағы сынып кеткен деген әңгімелер ғой бір жағынан сескендім енді кішкене мейлі не болса да деп сөйтіп тойдың басы әдемі басталады екі жас шығарамыз әулеттің үлкендері кетеді той как положено өтіп жатыр ғой и тамақтан кейін ортаға тойға ойынға кіремін ғой картинканы білесіз ғой енді вау өте тамаша сөйтіп жаңағы 5 еркек шығарып аламын достардан 3 жігіт шығып тұр қалғаны бөлесімен ағайындар туыстары ғой и бір дос шықты дәу енді анау енді действительно дәу дейтіндей дәу мен тұрған кезде примерно осы жерлерінен келіп тұрмын ғой ананың денесі де дәу денесі Алихандікіндей иә примерно бұқиған ба и ана шутканы білесіздер ғой енді Тимон мен Пумба деген прикол бар ғой енді бір достар бір еркек адамнан алып шығыңдар деп енді картинканың примерно жобасы бір еркек адамнан алып шығу керек и ортаға прям екеуі келе жатыр ғой бүйтіп ана досы бойы кішкентай анау өзі дәу қасында кішкентай досын ертіп шығып келе жатыр и мен ортаға келіп соған сөйлейін деп жатқан кезде кәкең тауырымыз залдың бәрі тишина ғой ағайын дұрыстап қараңыздаршы ортада тура Тимон мен Пумба сияқты деген прикол кетеді и ана екі жігіт тоқтайды да деп тойхананың ортасына маған қарайды халық үндемей отыр ғой тамада в общем шешеден жіберді тойхананың ортасында и мен артын жауып жіберіп келіңіздер боқтамаңыздар әңгіме кетті бір ескертіп алдым ба енді өзімнен де бар негізі ше желтый карточка алып тұрмын ана тойда и сонымен ойын болып жатады қызып жатыр енді ойын ше действительно и жираф деген картинкаға келген кезде енді әрине ол прикол жалпы бәріне айтылып жүрген прикол жираф тістейді и именно жаңағы дәу досы артына тұрып қалады ғой енді мына жақсылап қараңыздаршы басы пони болып басталып арты бегемот болып бітеді деген приколды айтам анау артынан осылайынан құшақтап ұстап тұр и бүйтіп қолының астынан қарайды да қазір мен сен тойдан шыққаннан кейін бір жеріңді таза айқалап айтты ғой айырам деді ғой короче болды ойынның үсті андай болып кетіп жатыр ажиотаж ғой халық күліп жатыр ана біреу күліп жатыр біреулерге бәрібір айтар той болғанда и ойын полный кәдімгі четкий өтеді халық риза главный и сөйтіп ойынымды ойнатам и ортаға ағайын туысты шақырам мына әулеттің ағайындарын шақырам далаға шығам енді далаға шығып таза ауада тұрғам өйстіп лестницада тұрғам негізі арт қарап тұрсам тура мынау қарақұстан біреу келіп сүйіп алды ма уже аяқ келіп дейді ғой білмеймін бәң ете қалды в общем ана бірақ енді андай ғой сезбей қаласың ғой удар болады ғой бір из-под тишка келетін ударлар мынадан келіп тиді бір қарасаң жеді жатсың лестницадан төмен қарай жүгіремін ғой мен енді ана удар келіп артыма қараймын ана именно бойы кішкентайы келіп секіріп тепкен ба білмеймін братан Джеки Чан болып аяғың қалай жетті деген білмеймін ше анау миыма қақтан келгенше братан аяғың қалай жетті деймін ғой мен анаған ше прикол ұстап даже тойхана сыртында сен қоймайды екенсің ғой берге бер бәрі ішіп алған жаңағы дәу досын 3 жігіт ұстап тұр сүйреп келе жатыр ғой үшеуін
ана кішкентайы маған қарай жүгіреді. И бір сол жерде Kia автокөлік білесіздер ғой, Kia K7 тұрған, и бір әйелдікі екен ол, оталып тұрған ол сыртта. Ана әйел сыртқа шығып, темекі шегіп тұр екен. Мен жүгіріп бардым да машинаның водительский жағынан оттым да есікті құлтадым ғой, короче. Есікті құлтаймын. Енді терезесін андай ашып алғам ғой. Братан, кешірші, енді ана жерде ситуациядан шығу керек қой. Братан, кешірші, братан, өтініш, әзіл ғой. Енді ана жерде действительно таяқ жейін деп тұр. Причина остановки деп. Қалай бегамот, қалай бергел бері деп жатыр ба? И жан жағымнан бүйтіп кеп, андай қоржап алған ғой, короче, машинаны ашып, ішіне құлтап алған есікші. Ана әйел айқалап жүр, аналарды ұрып, құр кетіңдер, машина нелерің бар, бірдеңе, машинаны құртасыңдар. Ана балдар шығып бер, көрсетем мен саған, шық. И ана ажиотаж болып кетті. И үйленіп жатқан жігіт. Прям машина тұр ғой тойханаға қарап. Жүгіріп шығады да. 92-лер. Айқалайды ғой мынандай. Айқалап тыңдатамай жатыр ғой. 92-лер дейді. Қарайды. Қайтыңдар ба. Маған дос керек емес бұндай достықтарыңа. Рахмет. Короче. Сонымен жаңа в общем кеткен жоқ, ана екі жігіт әлірек. И құда, кәдімгі бас құда, қыздың әкесі жаңағы именно дәуді кеп былайынан енді ол кісі де сәл не қойған ғой, той қойғаннан кейін тартады ғой қолынан. Қойсаңдаршы жігіттері. Ана жерде апайлар жүр, көп адамдар жүр, аналар тоқтап жүр ғой. Қойсаңдаршы деп. И сонымен в общем былайынан істейді анау дәу. Құданың осы шетіне ма, короче, шынтағы ма, ана шеті ма, или білмеймін, тек кетеді ғой, короче, басынан ана шетіне. И құда тұрады да, ана баланы итер жүреді. Қойсаңдаршы, тамада ят емес пе деп. Сен кімсің? Короче, ана жерде құданың артында баласы тұр, інісі тұр, қыздың, келіннің інісі ананы ұрады ғой, короче, жаңағы дәу жігітті. И сөйтіп ана жерде құдалардың арасында, достардың арасында төбелес. Бірақ достары ұрып атқан жоқ. Просто құдалар аналар типа басқадан ұрып тұрсын деген еді, баласы енді туысқандары кеп типа төбелесіп жатыр ғой, короче, екі жақ ерегісіп, ажата мен машинаның ішінде әлі отырсың ғой, короче. Машинаның ішінде отырып, не істеймін? И күйеу жігіт, үйленіп жатқан жігіт шықты да. Брат, аш есікті деді, еркекше кәдімгі. Шығасың қазір, өзім жауап беремін сен үшін. Тұрып беремін мен. Әңгіме жоқ, балдар жынды болса жын шығар, бірақ бәрі тыңдайды мені деді. Точно ғой, сұрап аласың ғой, как положено ше. Енді өзім действительно прикол ұстағаныма бір өкініш болды ше. Андай прям андай қатты өкініш болды. И сонымен сыртқа шығам, жаңа жігіт ұстап тұр. Былайынан иығымнан ұстап алған, бауырым, тойды аман есен аяқтап берші болды. Бірақ қалған халықтың бәрі іште ғой, билеп жатыр. И сосын мен ішке кіреміз, жаңа екі жолдас баласын ұстап қалады, в общем, балдар 4-5 бала. Құда бәрі кіреді ішке. И сонымен тойды, в общем, коллектив шақырам, достарды шақырам, четкий, әдемі. Той ары қарай, той бітті. И үйленіп жатқан жігіт, бауырым, короче, саған машина шақырып қойдым. Мінді қайт дейді ғой. Сендер ана машинаға отырар мендер негізі. Мен де лично қатты қорқыныш болды да. Мен ана тойдан примерно ана машина сол балдардікі шығар, может, мен білмеймін ғой. Жолмен барғансың ба сен? Иә, мен машинам жоқ қой. Индрайвер шақырып қойдым. Индрайвер деді, шықсам шынымен Ларгус екен. Ларгус, үлкен кісі айдап отыр рөлде. Кірдім да сұрадым, көке, осындай жағдай болып тұр, мына жерден сразу жоқ болып кету керек. Сөйтіп жаңа мамасы жүгіріп келіп қолыма расчетты берді. Балам, рахмет, той жақсы өтті. Балам өзі хабарласады саған. Ақша санаған жоқпын, алып шықтым да, машинаға отырдым. Кәсім жалбармен салдым, үйсомен. Бірақ жаңа ұрғаннан шығып кеткенше менде қатты қорқыныш болды ғой. Ана машина бір жақ қарай бұрылса, артыңғы сиденьеге отырып алғам. Ана машина бұрылса, примерно секірейін деп тұрмын ғой. В общем, бір сондай бір қатты. Сізде жақсы шлей сондай ма не? Жоқ, мойындаймын, жаңа ұрған жігіттер өте бар, ондай. Өте. Ондай кісілер бар ма? Не істейді ауылда? Бос ішіп жатыр. Сондай кезде барған, мертвый сезонда барған қыз, значит. Ойбай құрсын, ауылға кіре алмай қалмай кетті, әке-шешемізге барамыз деп. Одан кейін жаңа ұрғанға той алмайтын болдым, еркекше. Шынымды айтайын. Жоқ, звондайды тойға. Бірақ андай 50 жас, 60 жас болса алам. Свадьба жастардың тойын. Балдарыңыз ұрмай ма? Сондай жағдай болған. Жаңа ұрған демекші айтайын. Мен жақта туылып өскен ғой.
КВН не қой кезде иә Парижден келген қонақтар иә ол кезде ыбырай тишондар жолаушы сарбаздар деп түркістан атынан шығатын жауырғанда әкім көп болып жатыр біз кентаудың атынан барамыз әзімхан лигасы ол кезде сөйтіп КВН ойнап жатыр ана зал вообще шутка түсініп жатқан жоқ короче тек тишон ғана кірді ғой короче ыбырайдың по дегенде кірмей жатыр ғой до того ше зал қарап отыр неге келгенін білмейміз короче ана әзіл бар еді неге қыздар ғана туа береді неге балдар тумайды дейтін ше сол тізе шығып кеткен әзілді ойнап тұрық қой короче ше зал тып тыныш естіледі аяқтан ше біреу сөйлесе неге қыздар ғана туа береді неге балдар тумайды десек әу жемешеу дейді ғой короче иә мына аяғын полный айтады ғой жұтынамыз ғой нарда ше пацансың ғой өзі колледж оқисың бірінші курс деп жұтынамыз иә дейізді сонада поклон берді шығып кетеміз ғой сахнада ше аналарда ше бүйтіп келгенде біздікіндейдікі ғой 400-500 адам сияды ше сол бала неге сені ұрғайын деген ше жабырған жігіттер жаман екен деген жаман болған да мықты екен действительно қорқыныш болды менде так что байқайсыңдар жігіттер сізге қатысы жоқ ол бұл кентау ішінде ең чортмен ғой так мен бір кісінің бет ашарын құртқам да мобилогерсың сен камера жалпы видеоға түсіресің өйткені сен біреудің қызықшылығын түсіресің ғой әрине өте жауапты негізі сіздердің жұмыстарыңыз өте жауапты ғой негізі біреудің қызықшылығы эмоцияны ұстап қалуың керек қой кімнің екенін айтпай ақ қояйын өте жақын адамдікі негізі содан бастап сабақ алдым ғой мен тойға шығам барып түсіріп кете беретін тұғым андай клиентпен келіскенде адамдармен келіскен кезде мобилографияны түсінбейтін адамдар да бар екен да әлі ше мен жоқ екен деп ұрып түсіріп кете беретін через кого-то барам тойға анау анаған заказ береді анау маған заказ береді короче бет ашар сөйтіп тойханаға кірген кезде неге бет ашарға мобилов керек деген уже енді шығып жатқан кезім короче сондай сұрақ туады ғой сөйтіп жан жағыма қараймын не жоқ камера жоқ кран жоқ үлкен тойханада отыр құр өзім короче нені бетті ақын айтыскер ашады ғой бетті ше арнауды айтып тұрып ше четкалатып кәдімгідей анау бет ашардың соңына келген кезде тойдың егесі кетіп барады не ғой анау арнаудың бәрін толық аласың ғой дейді ғой жаңағыдай камера ұқсап ұзағынан түсіресің ғой шын айтқанда деп тұр ғой сөйтіп түсінбей қалам ғой сөйтсем оказывается мені камера деп жалдап ойлаған ғой шын айтқанда камера деп анау өзі жалғыз бала ма бірдеңе короче ана Дәурен Ақсақалов деген айтыскер ақын білесіңдер ма отырар жақ па по идее жақсы айтыскер шын айтқанда ше сол ашып жатыр бет ашып ана кісі арнау айтып жатқан кезде четко кетіп жатыр анаулар ше әрқайсысына жаңағыдай ағасына баласына деген сияқты арнауды аласың ғой толық дейді ғой ең көп алғаны 10 секунд қой ана бір арнауды 10 секундта айтпайды ғой былай келгенде конечно сөйтіп бітеді тойдан шығып барады расчет алайын деймін ғой сөйтіп неге басып бересің бұны дискіге ма флешкеге ма дейді ғой жоқ телеграмға жіберемін ғой анау мужик қой шын айтқан үлкен кісі ғой мобилография деген нәрсені түсінбейді видео ғой шын айтқан камера деп ойлап тұр телеграм не істейді ондайға бізге флешкеге басып берді онда флешкаңыз болса флешкеге ақ басып беремін и бағана арнаулардың бәрін алдың ба дейді аға негізі мынандай видеоролик түсіріп беремін деп алдыңғы видеоларын көрсетсем мынандай 1 минут 2 минутқа жобалап видео түсіріп беремін деймін ғой сен жынды болып қалғансың ба дейді да шақыршы бар қатынды дейді да қасында тұрған біреу не қылды қатын шақырса жетіп келді қатыны сөйтеді да мынау мынандай деп жатыр ғой 2 минутқа не енді бет ашардың бәрін 2 минутқа сидырып беремін деп бірдеңе келші мынамен дейді ғой короче айқайлап жібереді ғой шеше сен ғой келіскен не келіскенсің екеуі адамда қырылып қалды ғой сен шоксың аналарда ше ақшасын алғым келіп тұрған жоқ қой уже бір жағынан өзімнің де ошибкам шығар деп тұрмын ғой біреудің бет ашары кетті ғой ана жерде ше конечно әшейін бір өлеңге бір бет ашар кетіп қалды ғой арнау парнау мен анандай қызықты нәрселердің бәрі кетіп қалды ғой шын айтқанда ол кезде андай түсірмейсің ғой 1 минут 2 минут дегенше ары кетсе 1 минутқа торлап бересің да 3 секунд көп болса 10 секунд қой короче
әйеліне бүйтіп тұр мимикасы ше мәк жаңағыдай мені де ұрып жібере ма деген ой болды короче еші деп андай маған айтайын десе ол келіспегенмен мен маған ештеңе айта алмай тұр ғой шын айтқанда әйеліне айтады короче сен ғой келіскен шеш маған дейді ғой короче сөйтіп шығып кетемін да заказ берген адамға звондаймын осындай болып жатыр дейді онда видеосын монтаждап берсеңізші мен өзім ары қарай түсіндіремін короче дейді ғой оказывается ұзатуды түсірген екен ұзатудан жаңағыдай 2 минуттық видеосын көрген екен да мынаны кім түсірді мына бала түсірді давай соны жалдайық та деген ғой ол оказывается ойлаған камера түсірген ғой камера түсірді деп ойлаған ғой вообще мобилограф деген нәрсенің вообще қатысы жоқ деген содан кейін барып келесі алдағы уақытта неғылатын жұмыстарым сразу вообще бүйтіп жан жағыма қараймын камера жоқ па мобилография деген білесіз ба мынандай видео дайындап беремін осындай деп түсіндіріп беремін иә дейді сосын барып неғыламыз короче болмаса телефонмен заказ алған кезде сөйтіп түсіндіретін болдым короче а то біреудің қызықшылығын құртып тастау деген қазір камера кран мобилограф жалдайды ғой иә біреу болмаса біреу қалып кетпесін деп ше менде андай қызық болған ше енді тойдағы ыңғайсыз жағдай дейді ғой осыдан 6-7 жыл бұрын ғой 2019-да бізде бір тойханада 40 жасқа бардық сөйтіп 40 жасқа диджейім қып Мағжанды алып барғам Мағжан бар ғой үлкен иә Мағжан диджей болып барады екеуміз барамыз да тойдың басын бастаймыз күшті болады басын осындай бірдеңе деп тишік тыған халық күледі мә жақсы өтіп жатыр күшті болып жатыр деп сөйтемін маған ойынға бір 6 еркек керек деймін ғой мысалы қара да әйелі мен күйеуі әйелі пәленше ру күйеуі түгенше ру бәрі пәленше рулдан шығып қояды ғой рудан ше түгенше яғни күйеу жақтан ешкім шықпай қалады күйеу жақтан тек әйел жақтан ғана 6 еркек шығып қалады ғой и күйеу жақтан шықпай бәрі далаға шығып кетіп жатыр ғой жоқ деп ше и сөйтеді да күйеу жақтан бір әйел тұрады да тамада не істеп отырсың сен саған ақшаны сол кім әйелі берсе болды ма давай біздің түгенше руынан шығар дейді ғой короче ше ебать ана жерде той жоқ енді бұл жерде бар ма тағы бірінші руынан түгенше руынан келіңіздер ойбай ешкім шықпайды бәрі далаға шығып кетіп жатыр сөйтемін да короче ана алтауы мен ойын бастайын деп тұрмын ғой короче сөйтіп шықты да тамада сен не істеп тұрсың сен бұл жерде пәленшенің туған күні болғанменен менің ағам бұл жерде не болып тұратын бастық үйде ағам менің деп бүкіл дүйім жұрттың да алдында короче ана жерде тұрсын ғой бүйтіп ана алдында бәлен мектептен оқушыларсың тек кәдімгі ситуация жеммен болып тұрмын ғой сені кінәлі қылып тұр ма полный и потом оны алып шығып кетеді қойшы деп алып шығып кетеді да и ойынды өткіземін ойын күшті енді ойын әдемі болады и сонымен оны ойынды өткізіп жіберемін да сосын би беріп сөйтіп тұрамын ғой кіреберісте да кәдімгі тойхананың далаға шықпай іште тұрсам бір бала келеді да родной әпшешкеден кешірім сұрай салшы дейді ғой короче жай ма деймін ғой әпшешек мә сол саған ренжіп жатыр анау келіп кешірім сұрамаса мен кірмеймін тойханаға деп жатыр дейді ғой ойбай мен не қатысым бар жоқ бармаймын білесіңдер ғой бір жерім тырысса мен білесіңдер ғой жігіттер до конца барамын ғой сөйтіп айттым короче жоқ дедім бармаймын дедім наоборот ол менің позорым шығар келіп ол менен кешірім сұрасын никак бармаймын деймін ғой и мен де қатайдым да қалдым сөйтеді да короче уақыт өтеді и бір тағы інісі келеді ғой бауырым біздің әпшешке өлең айтамын дейді короче өлең хабарлап жіберші дейді ғой маған сосын жарайды мақұл деймін да аты кім пәленше деді болды дедім да ал енді қымбатты ханымдар мен мырзалар сіздердің алдарыңызда осындай ханымды келіп алматыдан келіп отырған пәленше ханымды қарсы алыңыздар өзінің керемет әнімен келіп отыр екен деп шақырым жаңағы ишак шығып келе жатыр ғой ше бәлен жаман кәдімгі уже кетіп қалған ғой и шығады да не дейді десей мына тойдан қазір тамада кетеді болмаса мен кетемін мына тойдан дейді ғой короче мына тамаданың ақшасын бермейсіңдер осы жерден кетсін басқа тамада шақырыңдар мынау жүргізбейді ары қарап дейді ғой музыканттың қасында тұрмын ғой кім Мағжан ғой короче ше братан кеттік досым кеттік жүр кеттік мә тасташы мә сен оны кетіп қалатын емен кеттік дейді ғой короче ше сонымен шамалы тұрдым да мен Алматыдан осы ағамның тойы деп келіп отырмын сен кисем мынандай бірдеңе үйтіп короче ана жерде халық мыжып жатыр алтында бүйтіп отыр ғой уже жақтырмай бастады сонымен е-мое сонымен не керек короче жиналдық қой жиналып кеттік дедім да
аппарат сол жерге қоя сал, ноутбук жинады, шық машинада отырамын дедім. Машинаны қыздырып алдым да, сот шықлап отырмын. Кентауда ма негізі? Кентауда болып жатқан жағдай ғой. 7 жыл өтіп кеткен ғой. Сөйтіп бүйтіп бір кісі келді ғой. Тойдың егесі жаңа күйеуі келді ғой. Күйеуі келді, қасында бір апа бар. Бауыр мен ана тойды не істеймін деп өзің братан көріп тұрсың ба не болып жатқанын. Мен кірмеймін болды деймін ғой. Ана апа ой ол қызым сондай ренжімеш, мен саған үлкен басым кеп тұрмын ғой, істеп берші маған, сол тойды бітіріп берсең кетсең не болады, мен сыйласаң кірші балам дейді ғой. Енді апа айтқаннан кейін кірдім ғой, короче. Кірсем отырғаны ана жерде ше. Сонымен деп бетіме қарап бүйтіп отыр ғой. Ё-мое. Сөйтіп шықтым да, ортаға желание жоқ, бірақ шықтым да. Олай болса қымбатты достар, біз әрмен қарап жалғастырайық. Бізде енді келесіге тағы ойынға бір осынша әйел бар ма? Келсін уже кәдімгі жүгіріп шығып жатыр ғой. Аяқты тепе-тең болып шығып жатыр ғой бәрі ше. И сөйтеді, ойын бітеді, ойыннан кейін енді пәленше әулетінің ағайындары келіңіздер, тілек-өздеріңізде деймін. Сөйтіп сөйлеп кетті, жаңағыға тағы келеді ғой микрофон. Шығады да, тамада байқаған шығарсың бұл әулетте менің абыройым қандай екенін. Былай істейміз. Мен жаңа макияж істегем. Макияж полный жылап мен құртып тастадым. Оған 20 000 теңге осы тамададан аласыңдар. Және де мен жаңағы жылап депрессияға түстім. Сол үшін тағы да 20 000 теңге осы тамададан аласыңдар дейді. Е-май, уже ана минусқа келіп тұрсың. Құсық келеді ғой ана жеріңе уже жұт жібере бер, келе бер, дәл сөйтіп келіп тұр. Ана айтқым келіп тұр ғой. Ей деп ше. Сонымен не керек? Той ес деп тұр ғой, әйел сөйтіп тұр ғой. Бопты деп тұрдым. Сосын мен қазір Алматыға сразу шығам, қайтам. Маған 0,7 араға кеп бересің қазір. Мен күтемін үш жерде. Сені жібермеймін мен, дейді ғой. Я дей берші дейді ғой той ес. Жарайды дедім, мақыл, хорошо деді. Сөйтіп неғылды, ең соңғы тосты бердім ғой. Ең соңғы тосты бердім. Сөйтіп ең соңғы тосты достарым мен көршілерім қосып берсем, көршілері, достар айтып жатыр ғой. Рахмет бауырым, сабырлығыңа рахмет. Осындай мен сендей сабырлы жігітті көрмедім. Шынымен осы тамадаға бір қошемет тұрып қойыңыздаршы, молодец екен, бүйттікі деп жатыр. Сонымен той бітті. Той иесі келді. Тамада рахмет, ренжімеш бір жақтан осындай ыңғайсыз жағдай болып қалды. Ренжімейсің ғой деп 10 000 теңге қолыма ұстатып жіберші. Сонда 10 000 теңгеге бола тойдың басынан соңына дейін жедім ғана жерде тұрып ше. Сөйтіп сонымен тойдан қайттық қой сөйтіп. Сол той қатты есімде қалып кеткенше кәдімгі сындыратын той ғой, короче, сен ше. Сынақ болды ғой саған осы. Иә, әжептәуір болды да. Сондай бір жағдай болған баяғыда ше, мәссаған. Апаны сыйлап, мына жақтан жұтып қалдым ба кәдімгідей. Жоқ, негізі үлкен кісі келіп тұрған кәдімгідей үлкен кісі ана ше бір 70-ге таяп қалған апа ғой келіп тұрған. негізі көрінер ма? Халықпен жұмыс істеген адамды қатты тәрбиелейді ғой жалпы. Осы ғой тәрбиенің өзі әшейін асабалық қызметте бірінші керек нәрсе сабырлық қой, любой жерде. Иә. Менде типа осындай жағдай болған. Типа бір тойға барам. Сөйтіп кереметте осы Кентауда. Тоже сол алғашқы шығып жүрген кездерім ғой. Ол кезде опыт жоқ, кішкене жаңағыдай ғой. Кішігірім туған күндер жүргізем. И бір туған күнге барам. Ойын ойнатып атам. Мода білесіз ғой енді жәке. Мода деген қандай ойын еді? Мода деген ойын бар. Сол моданы ойнатып атам. И бір әйелге жаңағыдай сөз айтып қоям ғой енді. Примерно денесіне қатысты. Енді Гербалаевтың директор деген прикол ғой. Денесіне қатысты. Негізі Алихан сияқты жігіттерге айтатын ол сөз ғой. Жоқ. И сонымен ол кісі нормально ойыннан кейін отырған жалпы. Әдемі ойын бітті. Сөйтіп отырған. Тамада күшті молодец деп өзі айтып бетіме айтып кетті. И сонымен столына отырғаннан кейін қасындағы апай бастаған ғой. Қасындағы адам айтқан екен да оған типа. Ей сен денеңе прикол ұстап тұрған бала. Бірдеңе істемейсің ба деген сияқты. От саған ғой. Иә, от саған ғой ана апай. Мен оны білмеймін. Бір тост берем. Сөйтіп столға бір қарадым. Именно солардың столдарына. Көршілер екен. Сөйтіп қарасам жылап отыр екен жаңағы кісі. Мен енді примерно маған бетіме күліп кеткеннен кейін енді күнә мен өзімнен деп тұрған жоқпын ғой. Ана кісі неғып жылап отыр екен деп бір ойладым да қойдым да сыртқа шығып кеттім. Той болып жатыр. Сыртта тұрсам машинадан бір кісі ашуланып түсті, короче. Тамадаган деді да. Мен далада тұрмын ғой. Костюм шалбар, енді бәрі костюм шалбарда тұр ғой. Ішке қарап жүгіріп келіп кетті жаңағы кісі. Түсінбей қалдым, тамадасы несі? Жайша іздеп жүр ма деп енді андай.
бірдеңе ренжіп қалды ма, соған звондады ма деп, и жаңа кісі ойыма түседі ғой енді примерно. Жылап отырса, значит, уже ой келеді, ана жылап отыр, мен ойынға прикол ұстадым, соны көтере алмай қалдым. Ішке кірем, ішке кірсем, есіктен кіргенім сол мына жетімнен шымыс ұстап алды ғой. Жүз далаға деп, ана әйел жылап, кім ұстап алды сені? жаңағы әйел еңкілдеп жылап тұр ғой. Сен тамада, сен менің денемді деудеп тұрсың ба, үйтіп тұрсың ба, бүйтіп ошым басты алды сыртқа шығып. Сөйтсем жаңа қасында апа шығып тұр екен. Үлкен апай, енді сөздің ашығы үлкен апай. Жаңағы әйел ошым андай приколды қатты күшті қабылдап та, бірақ кейін осы столға отырғаннан кейін ана апай ошым жегізген болып тұрған ана кісіге. Ана тамада үйтіп айтты, сен туралы бүйтіп айтты, денең туралы деген сияқты қылып. И сонымен одан кейін енді ондай приколдар айтпаймын ғой, жалпы Құдай сақтасын. Көтеретіні бар, көтермейтіні бар халықта. Көп прикол айтпайды екенсіз, байқадым, сіздің тойларыңызды көрдім. Жоқ, ошым сүзгіден өткізерсің ғой любой нәрсені уже. Басында айтып, жас кезде, ақмақ кезде сәл айтып қойып жүрдік қой. Сонымен жаңағы еркек келеді ғой қасыма. Ой, бауырым, мен келіншегіме не деп жүрсің сен? Сен мен кім екенін білесің ба? Сондай әңгімелер ғой. Бірінші ерекшелікте басылатын. Сен мен кім екенін білесің ба? Мен ана жерде мынандай адамым бар, сен ана жерде мынандай адам бар деп айтты. Сөйтіп, еркекпіз ғой, сөйлесейік. Мен артық кетсем айып етпеңіздер, мен мына кісінің алдында кешірім сұрайын, қоя тұрыңыздар. Жеп барасыздар ғой кәдімгідей деп тоқтаттым. Сөйтіп ана әйел бүйтіп бастады ғой. Негізі мен ренжімеген тұғым деді да. Просто мына кісі айтпаса білмейтін ем деп қалды. И сөйтіп мен сразу ойладым, значит, мына кісі нормально отып кеткен. Мына кісі, в общем, апа, сіздікі жайшылық па дедім да. Примерно ана қызбен бір замандас сияқтымыз, көзіне 95, жоба 94-ші жылғы бір қазір келіншек қой. Бірақ менен 3-4 жас үлкен ғой. Сөйтіп, вообще ренжімеңіз, шынымен мен просто әзіл ретінде айттым. Сол жерде бетіме айтуыңыз керек еді, или болмаса, сондай ғой, сол жерде бетіме айтуыңыз керек еді. Или болмаса, сол тойдың ортасына шығарып айтуыңыз керек еді, мынандай приколдардың дұрыс емес деп. Сыртқа шыққаннан кейін жаман болып қалдым да. Сөйтіп жаңағы апаға сұраймын, апа не айтып жүрсіз десем, сен емес пе, өзің емес пе, ана үйткен бүйткен, ошым ана әйел, ана қыз ештеңе деп тұрған жоқ, ана әйел заявление жазатын болып шықты, жаңа кемпір, ана қыз, ошым ана апаны көндіріп кеттік қой үшеуміз. Күйеуі бар, жаңағы қыз бар, мен бар. Ана апаны көндіріп жүр қой, апа ренжімеңізші деймін ғой. Жоқ, сен біреуге қалай прикол ұстайсың, уже назар кетіп қалды ана кісіге. Сөйтсем, ол кісіге примерно бір сондай прикол ұсталған кезінде, мен душасында қап кеткен. Сөйтіп, ана кісінің айтуы бойынша, сендер асабалар, типа, осындай нәрсеге қашан қоясыңдар. И маған анда сабақ болды да, жаңа енді примерно сабақ деп айтып жатырмын ғой. Соған қатысты айтып жатқан бір ыңғайсыз жағдай. И ана кісі заявление жазатын болып шешті. И сонымен жаңа күйеуі ана жақтан адам алып келетін болып ұратын болды мені. Сонымен ана қыз қоя берші деп тұр ғой, общем. Қатысы бар адам вообще жоқ болып кетті да. Қыз қайтып кеткен үйде. Қаладар қалаватыр. Той жайында. Примерно сыртқа шығып сөйлесіп жатқанымызға 25 минут болды. Әдемі ғой. Іштен адамдар шығып жатыр. Апа тойымды аяқтап алайын десем, жоқ, мына тірлікті шешпесек, қазір сен тойдан шығасың, қашып кетесің. Мен қылмыскер емеспін ғой, апа ренжімеңіз. В общем, ана апаны и тойдың есі шығады да. Не болып жатыр? Осындай жағдай болды, мына апа типа, мына қызға прикол ұстадым ғой, жаңа апа сөйтіп айтып жатыр екенсіз. Апа деп тойдың иелері кешірім сұрады ғой ана ападан. Сөйтсем, апам кішкене енді ренжулі ма, сондай асабалар қауымына бұрын сондай прикол естіген. Бізде енді андай ғой, ортаға енді шыққан кезде біз баяғыда қандай адам шығады, сояқ адамға әзілдей беретін едік қой. Бірінші шығып жатқан кезде. Уже қазір енді опыт алмасып жатырық қой, біз кәдімгі әжептәуір 10 жылға жуық болып қалды ғой шыққанымызға. Қазір уже шығып келе жатқан адамды сен примерно ойлайсың да, уже ана кісінің ішкі түйсігін сразу ана кісі көтереді, мынандай прикол ана кісі көтереді, болмаса көтермейді деген нәрсені ойлайсың да, солай қарап ойнатасың. Баяғыда қалай ыңғай келеді, мә деп прикол айта беретін тұғымыз. Сөйтіп соның таяғын жеп келіп, қазір енді әйтеуір сондай нәрсеге өтіп алдық қой. Психолог болып қалғансыңдар ғой. Уже қазір басында сондай нәрселер қателіктер жіберіп жүрді. 4 жыл 5 жыл болды, қазір ондай бір қатты бір кісіден ұрыс есту деген нәрсе алмағаныма. Мен маған да именно басында сол 2-3 тойдан плотно бір неғып қалғам. Одан кейін ешқандай бір проблема болмапты. Заявление дегеннен шығады ғой. Маған бір заявление жазып жіберген ғой. Екеуміз болған тойға. Бір тойға барамын.
ойын ойнатамын. Енді ойынға андай ғой, шақырған кезде осындай кісі бар ма, осындай үшін соңына дейін баратын, үстетін, бүйтетін адамдар бар ма деп сұраймын ғой жаңағы. Сөйтемін да сөйтіп ойын болып жатады, жаңағы сөйлесеміз, не қыламыз, и сөйтіп би батл ойнатып жатырмын. Как раз би батлдың енді күшті әдемі болып келе жатқан кез ғой, 2021 жыл қателеспесемше. И сөйтеміз да жаңағыдай енді болып жатыр. Сөйтеді да тағы да билейтін адам бар ма деймін. Көршілер жақтан тағы ғой, жаңағы бір апа шығады ғой. Мен билеймін деді. Болды апа келіңіз. Сөйтіп екеуі билетем. Анау жіберді енді. Бірақ апаң активность жоқ қой. Просто тұр ғой. Стоп дедім да, той иесіне қараған жоқпын. Той иесіне, кім жаңа апаға қараған жоқпын. Той иесіне қарап тұрып, бір керек емес нәрсе бере салыңызшы деймін ғой, короче. Сөйтіп ана апаң сол жерде сразу бүйтіп қалды. Керек емес нәрсе маған да керек емес деді да барып орнына отырады. Ой апа, ойын ғой, өзіңіз ойынға шықтыңыз ғой, мәңіз мынау сіздікі. Деймін тастаймын да кетемін ғой. Столына қойып кетемін ғой. Болды, той бітті. Арада 1,5-2 апта өтіп кетті уже. 2 аптадан кейін участковый звондайды ғой. Алло, Мұстафаев Жандос Жұмабекұлы ма? Иә. Сіздің атыңызға арыз түсіп жатыр. Сіз осындай тойда бір апаны келеке еткен екенсіз. Сол себепті біздің опорныйға келуіңізді сұраймыз дейді ғой. Ойбай, қандай апа? Барам. 2 аптадан кейін бойынша. Ақша таусылып отыр. Не бар еді, дағы жаза салайық деген сияқты походу. Сөйтеді да барып заявление жазып кеткен. Қаншама адамның көзінше мені ортаға шығарып, осындай қылды, үйтті бүйтті деп. Ұятқа қалдыратын іс жасап. Карантиннің кезі ғой, как раз ше. Карантиннің кезі, үйден ешкім шықпай жатқан кез ғой. Ұрланып тойға баратын кезіміз ғой еще. Еще көпшілікке осындай адамдарды жинап, бұл өйстіп істеді, осы тамада жинады бәрін деп андай. В общем, мені край деп жазып беріп кеткен ғана кісі. Сонымен әйтеуір сөйлестік, ортаға адам салдық. Өйтіп енді қазір енді Кентау бірі болса бір-бірін таниды. Сөйтіп әйтеуір келісіп, сөйлесіп, сөйтіп арызын алып, ой апа кешіріңіз деп. Сөйтіп неғым, заявление жазылған бар біз сондай. Ерлан, сіз сөйлемей отырсыз ғой, сізде қандай косяктарыңыз бар? Сіз өзіңіз жайлы айтып отырсыз. Екеуміз болған той ғой. Иә. Косяк туралы мен інімді там төбесінен құлатып талдырып қойғам. Там төбесінен құлатып? Кришадан да жалпы. Аха. Баяғыда пацан кез, мектеп кез, ауылда мультфильм болатын еді ғой. Этаж үйдің төбесіне зонтикпен бүйтіп сырғанап, зонтикпен бүйтіп парашют құсап түсетін мысықтар болады еді ғой. Иә. Соны ініме істеткіземін ғой мен. Ойлашы, інісі зонтикпен секірді. Елесет көрдіш? Маманың зонтигін тауып аламыз, короче, шкаф тақтар жүріп. Үйде ешкім жоқ, екеуміз ақ. Қайтағандай, там төбес болғанда асхана дейді, времянка. Времянка ғой. Сол үйден сәл төменде ғой. Анаға міне алмаймыз, анаға міне аламыз ғой. Еще андай биік жағынан секіреді ғой. Бәрекелді. Кеттік секір. Қарап тұрамыз. Жаңа көрдің ғой мыстысты ғой деп. Оны секіреді. Бүйтіп тұрған зонтик төбеге қарайды бүйтіп. Талып қалды сонымен. Баяғыда не салак болған екенсіз. Сосын Макс екеуміздің басымыздан андай нәрсе өткен. Макс, қай Макс сізде? Макси Нұрханұлы. Біздің досымыз. Шоумен досымыз бар ғой біздің. Таныстырып қойсаңдаршы камераға. Сөйтіп, мына жерге суретін фук еткізіп шығарып қойып. Макс досым ғой. Ол Қызылордаға барады. Жоба Арал жаққа неге барады ғой, шын айтқанда туысқандар. Нағашылар сияқты ғой негізі. Сөйтеді да. Мен ана Ақчистан машина алатын кезім. Сөйтіп қайтып келе жатқан кезде, досым сен біздің ауылдан түсіп қалсай Жаңақорғаннан деймін ғой. Жаңа балдар ұрысайын деймін ғой. Мен Кентаудан Жаңақорғанға барамын, папа бір чистарнашқа дайындап қойдым, Ерлан, соны көрші кеп деді. Аха. Қызылордадан кім келеді, Макс? Жаңақорғаннан түсіп қал. Сөйтіп машина ұнаса алып қаласың деді. Сонымен Максқа айтамын, машина ұнаса алып қаламыз, короче, болмаса ертең азында жолмен шығып кете саламыз деймін ғой. Барамыз. Машина четко. Түрі әдемі ғой, шын айтқанда. Ана білмейсің ғой, кузовта ұрылған, анау ма дейтін генератор, не мотор деген нәрсені түсінбейсің ғой. Папа егесімен сөйлесіп тұрды. Макс тұрды, кеттік, айдап көрейік та, короче, деді. Макс мына бетіне отырып алып, мен за рулем отырып алып. Анан үй жағына шыққанда басып кетіп қаламыз, короче. Папаларды ұмытып кеткенбіз, короче. Айдап көрем, айдаған кезде ұнады. И бір шетке тоқтаймыз да. Бізге ең главный
ана машинаның буфері мен магнитофоны, короче, четко шығып тұр. четко шығып тұру керек, короче. Еще экраны бүйтіп зыз деп шығады, короче. Ең главный мына жерде папаның настроениесі жоқ. Мама үйге ұрысып қалған, короче. Охо. Үйге барған кезде мама неғып келдің деді, короче. Андай ашуланып тұр да, жайша жүрсің бе деген жоқ, короче. Неғып келдің деді. Папа үйге ұрысып қалған екен, сол кезде білдім. Сөйтіп Макс екеуміз ана магнитофонды шұқылап атып, іші ағылшынша экран деген былайынан шығады, ана бүйтіп кіріп кетеді, кішкене магнитофон қалады. Сөйтіп шұқылап атып, жоқ болып кеткенбіз ғой, шын айтқан. Әшейін машинаны бір айналып келіп, ары қарай есептесеміз, короче, машина ұнап тұр, жалпы есептесем, анау дейді. Сөйтеміз да, телефон шырылдайды, папа звондап тұр. Громкіге қоямын ғой. Ау, папа деймін. Дария жаққа кетіп қалғанбыз ғой, шын айтқанда. Үй жақтан Дария жаққа кетіп қалғанбыз, машинаны айдап, иә. Неғып кетіп қалдыңдар екеуің машина? Мен іздес білетін адам құсап дейді. Громкіде тұр. Макс екеуміз бір-бірімізге қарап кеттіге дейміз ғой. Содан бардық, сорада да жүр. Екеуміз бір-бірімізге қарап қалған кезіміз ғой дейші. Екеуің не іздес білетін адам құсап. Папаның күтіп қалған ғой, ана жептер ше. Қыстың кезі. Настроениесі жоқ, көрші. Сондағысы біздегі ана машинаның магнитофоны қызық болып тұр ғой, шын айтқанда. Енді ол кезде жас болғансыздар, енді ол кезде енді четырнашкіде Ерлаш деп жазу керек болды аяқ жағына. Білемін ғой кездерде. Ол тарихта мен де бармын ғой арасында. Оның алдында гольфіңіз болды, бәрін білеміз ғой. Рахмет жігіттер, Құдай қаласа уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге үлкен рахмет. Біздің Кентаускай подкастқа осылай келіп, поддержка беріп, осындай керемет көңіл күй сыйлап жатқандарыңызға үлкен рахмет. Құдай қаласа таяқ жемейтін, ұрыс естімейтін, атымызға заявление жазылмайтын, сондай бір керемет адамдар болып жүре берейік. Құдай қаласа өміріміз мәнді де сәнді болсын. Біздің көрермендерге деген бір қысқа нұсқа бір тілектеріңізді айтып жіберсеңіздер болды сонымен. Сен сөйлесей. Иә, құрметті көрермендер, жалпы енді біз той саласында жүргеннен кейін түрлі жағдай болады, бірақ дегенмен де ең бірінші халықтың ықыласы ғой бізге керегі. Жалпы елге деген қызметіміз бітпесін. Барлықтарыңызға осы Кентаускай подкастқа жазылып кішкене қолдау көрсетіп қойыңыздар. Өздеріңіздің қарапайым балдарыңыз осындай бір кішігірім әйтеуір халықтың көңілінен шығатындай, или бір халықтың бір кішкене күлкі сыйласақ та, әйтеуір 2 секунд, 3 секундтық күлкінің өзі бізге жетеді. Сондықтан да аман болыңыздар. Баршаңыз жақсы көреміз. Тойларыңызда Құдай қаласа қызметтеміз. Құрметті достар, Кентаускай подкасттың оқырмандары, Жандосқа поддержка беріп қойыңыздар. Сіздерге де бір кішкене күлкі сыйласын, кішкене бір жақсы нәрселер көрсін деп, бұл подкасттан қатты минус іздемей, тек жақсы жақтарын көріңіздер. Бізде қызық оқиғаларымыз және де ыңғайсыз оқиғалар өте көп қой, бірақ есімізде қалып кеткен нәрселерін ғана айттық. Сол себепті осы видеоны жалпы Жандос шығарып отырған видеоларын бөлісіп, комментарий жазып қолдап отырыңыздар. Бұл Жандосқа мотивация. Әрине. Бізде енді андай мына жерден андай істепті, звуктарын андай болып емес, просто так тамақ ішетінің алдында бүйтіп ана чай ложка салынған бокалға бүйтіп тіреп қойып қойып, тамақ ішіп отырып көргенге сондай болсын, сіздерге сондай бір көретін нәрсе болсын деп өзіміздің Кентаудан осы нәрсе ашқан жайымыз бар негізі. Сондықтан колокольчикті басыңыздар, подписать етіңіздер, бұйырса келесі қонақты кімді шақырамыз, сол жайлы айта кетсеңіздер. Сіздерге үлкен рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Кентаускай подкаст бұйырса 3-ші шамалы уақыттан кейін шығарамыз. Давайте!